Алғашқы келіп болған екен, қиын өтті, енді қиын да болды, өйткені Африка мемлекеттері кішкене физикалық жағынан әрине мықтылау келеді, енді физикалық жағынан өздері табиғи күшті ғой. Бірақ соған қарамастан енді бірінші раунда кішкене өз стилімде істеп шықтым. Сонда 5-тен ұтқан едім. Екінші раунда кішкене төбелесіп кеттім десем болады. Енді ол да менің қателігім. Аяқта жүріп, алдап жүріп істеу керек, кішкене төбелесіп кеттім. Бірақ мынау рингтегі рефери счетты дұрыс ашпады деп ойлаймын, өйткені соққы алмасу болып жатқан кезде, екеуміз де бірдей болып жатқан кезде, ол маған ашып жіберіп, оның да әсері болып мүмкін енді әрине. Үшінші раундқа келетін болсақ, әрине екінші раундта қателіктер кетті. Ал үшінші раундта енді дәлдік ударлар болған жоқ деп айтып, бірақ енді сонда да алға ұмтылып, көп жаңағыдай қимылдар мен жақтан болды деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан төрешілер үшінші раундта ол қызға берген екен. Енді оның бәрін айта берсек те көп. Әрине күтіп қалдық. 10 күн бұрын Италия мемлекетіне сборға келгенбіз. Және де 4-не басталу керек еді. Менің салмақтарым 4-не басталды. Сол 4-не біз туралап жылдамдықтар істегенбіз. Бірақ енді одан кейін 7-не болған кейін әрине тағы 3-4 күтуге тура келді.